Құрметті бауырлар, таң намазының сүннеті ол сунна муаккада. Сапарда болсаңыз да, үйде болсаңыз да, таң намазының сүннеті ол муаккада, яғни міндетті түрде оқу керек. Пайғамбар хадисінде келеді, аттарынан жау қуса да, таң намазының алғашқы екі сүннетін тастамаңдар дейді. Тіпті басқа мысалы сүннеттер, мысалы бес намазын мешітке кіріп қалған кезде жамағат оқып кетті, парыз тұрып кетті. Сіз 4 ракат сүннетті оқыған жоқсыз, бірден парызға ауысып кету керексіз ғой. Солай ма? Ал таң намазының сүннеті ондай емес. Таң намазы оқылып кетсе де, парыз, яғни иқамат түсіріліп парызға тұрып кетсе де жамағат, сіз сүннетті оқу керексіз. Кіріп келдіңіз, қарайсыз. Имам екінші ракатта қарайсыз. Бірінші ракатта болса, бірден есіктің қасына барып, 2 ракат сүннет, таң намазы сүннетті оқып аласыз. Ал егер сіз сүннетті оқимын дегенше имам екінші ракатты бітіріп қояды деп ойласаңыз, яғни екінші ракаттың рукуғына кетіп қалу қаупі болса, онда сүннетті оқымайсыз сол уақытта. Ал егер сіз екінші ракатына үлгеремін деген ойда болсаңыз, онда таң намазының сүннетін оқу керексіз.